сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман? Әңгіме өмір атты арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, әсерлі әңгімелерді тыңдай отырыңыздар. Инспектор Мэри. Бірінші бөлім. Мәдинаның есіне жоғалған қыздың анасынан жауап алатыны түсіп, тез жинала бастады. Мэри. Қазақ қызының атын қалай қойған? Мұндай есімді бірінші рет естуі. Студент кезінде Мэри деген студент сабаққа мини юбка киіп келгенде, оған жақтырмай қараған дәріс оқушы профессор. Сен білесің бе? 1963 жылы Мэри деген бикеш белемшесін кестіріп, қиып тастап, миниде ойлап тапқан үшін Британ императоры оған орден таққан. Ол кекете күлімсіреді. Ту, солай ма, рас бекен? Студенттер шу етті. Тіпті сенің белемшең оныкінен де қысқа, деді Анри. Саған бар ғой, орденнен де жоғары бір нәрсе береді, давай бәсесейік. Сандалма, қай жақтың ордені? Шын айтам, Оля, энциклопедияны қарап шық. Мини юбканы ойлап тапқан үшін орден бергені рас. Тағы бір студент профессорды қолдады. Ақмақтық. Императорды ақмақ деп айта алмайсың ғой. Ол уақытта әйелдер ұзын көйлек киген. Ал қысқа белемшенің реформа болып көрінген сонша, император өзінше ерлік жасаған қызға орден бергізген. Оля, сен мына белемшеңмен суретке түсте, Путинге жолдап жібер. Ол саған орден береді, деп күлді Анри. Ой, ол мини юбка көрмегендей. Ал Мәдина 20 ғасырдың императоры туралы көрмегенге көсеу таңсық болған ғой деп ойлаған. Жоғалған қыздың анасынан жауап алуға жиналып, сол оқиғаны есіне алды. Бүгін бір түрлі елегізіп, мектепте алғашқы сезімін оятқан ұяң жігіт Асанды есіне алды. Ол мұның өмірінде қалай пайда болса, солай ізсіз түссіз жоғалған. Мектептің ауласында қыздар мен балалар болып баскетбол ойнайтын. Әбтен доп лақтырысып, сілері қатқан соң, арқалы орындыққа отырып демалатын. Сол кезде көрші мектептен келген ұяң бала ылғи Мәдинаның жанынан табылатын. Екеуі де сөйлемейтін, бірақ жанарлары ұштасса жымайып, жүректері лүпіл қағатын. Мектеп бітіру салтанатын екі мектеп екі бөлек атап өтсе де, екеуі сол кешті мектеп ауласында бақта өткізген. Аузынан әр шыққан сөзді сұртпақтап тартып алмасаң, сөйлемейтін үндемес балаға сауалды Мәдинаның өзі қоятын. Енді қайда барасың? Оқуға түсесің бе? Иә, Алматы Тау-Кен институтына. Политехникалық па? Білмеймін, әкем солай дейді. Бұл не, әкеңнің қалауы ма? Біздің үйде бәріміз тек сол кісінің қалауымен жүреміз. Иә, деді Мәдина күрсініп. Санкт-Петербургке оқуға баратынын әлдеқашан шешіп қойған әкесін есіне алды. Сен қайда барасың? Менің де қайда оқитынымды әкем шешкен. Біздің жақта заңгер дайындайтын оқу орны онша емес. Ресей жақсы даярлайды, деді. Ол жақта Ресейдің заңын оқисыңдар ғой. Сонда қалай жұмыс жасауға сонда қаласың ба? Жоға, сен үндемегенмен бәрін біліп отырсың ғой. Үндемегеннен үйде бәле шығады деген есіңде болсын. Асан, мен ондай қиын сөздерді біле бермеймін. Заңгер болсаң үйренесің ғой. Тау-Кен институтын бітірсең кім боласың? Білмеймін, геолог болам шығар. Өзім соны қалаймын. Тау-тасты аралап, кен іздегім келеді. Алтын, күміс, мүмкін. Сен оқу бітіргенше жер асты мұнайы таусылып қалмаса. Таусылмас, Мәдина. Ау, енді біз кездесер ме екенбіз? Мен сені күнде көргім кеп, мектебіңе жүгіретінмін. Бір түрлі осы кеткенімізден бір-бірімізбен көрмейтін тәріздіміз.
Балаң жігіт жұқа көйлекпен отырған қызға өзінің пиджагын жауып қымтаған. Қыз одан сайын қалдырады. Өзі әлі түсініп болмаған. Бірақ көзінен таса болса іздейтін балауса сезімінің иесінен енді аз күнде көз жазып, екеуі екі жаққа жол тартатыны есіне түссе жалғызсырайды. Алматы қайда? Санкт-Петербург қайда? Қыздың жүрегі сыздады. Әжесі ел жоқ, күн жоқ. Бір жақтағы сары орыстың ортасына қыз балаңды жалғыз жібересің бе? Анау елдің бәрі оқып жатқан Алматыда, Астанада бір оқу табылмады ма? Қызың сол жақта бір жолата қалып қойса қайтесің? Деп әкесіне ұрысқан. Қайда? Оның әкесі қадалған жерінен қан алады. Өз айтқаны болмаса, өл десең де қайтпайды. Жалғыз жалмауыз жаудан қатты деп әжесі де онымен теге тіресуден шаршаған. Бұл күнде мейірімді әжесі де, қатал әкесі де келместің кемесіне отырған. Анасымен екеуі олардың қимас қылықтарын әңгіме етуден жалықпайды. Әкесінің де білгені бар екен. Қазақстанның заңгерлік дипломымен жұмыс таба алмай жүргендер қаншама. Мадинаны бірден облыстық ішкі істер бөлімінің жанындағы тергеу басқармасына машықтанушы етіп қабылдады. Мектепті үздік, институтты қызыл дипломмен бітірсе де көп қиыншылықты басынан өткерді. Қазақстанның заң актілерін, қазақ тілін қайттан оқыды. Әйтеуір қазір толыққанды тергеуші. Сөйтіп қызметтегі кедергілерді жеңем деп жүріп, жеке басының қамын ойламапты. Ойламаған емес, ойынан шығып, жүрегін лүпіл қақтыратын жігітті кездестірмеген. Бауыржанның өзін ұнататынын сезгенмен, оған деген ешбір сезімі оянбаған, ыңғай бермеген. Сөйтіп жүргенде, келіншегін жоғалтып, іздеуге арыз берген журналист жігітке ғашық болды. Бұл қадамына анасы барынша қарсы шығып, қазақта бүлінгеннен бүлдіргі алма деген сөз бар. Ол әйелін жоғалтып, сіздерден көмек сұрап келген жәбірленушің болса, оған жармасуың ұят деп хат айтып көрді. Мадина жүрекке әмір жүрмейді дегенді сонда түсінген. Өз сезіміне өзі тұсау сала алмай, көзсіз көбелекке айналған мен. Аңсардың қасіретіңді жеңілдетушіден айрылма деген алданыш сезімнің жетегімен өзіне үйлене салғанын бара-бара сезініп бармағын тістеген. Жігіт жатса тұрса қапияда көз жазып қалған сүйгенін ойлаудан бір танбаған. Тіпті балалы болғандарында да екі дүниенің ортасында жүргендей, екі тартып болып әбден жүйкесін шығартқан. Сонда барып Мадина анасының ақылын алмағанына өкінді. Сөйтіп төсекте үшеу, күндіз екеу болып жүргенде, Шынардың табылуы, шынап тұрған шыныға тас лақтырғандай сезімдерін быт-шыт еткен. Тағдырдың ауыр сынына аңсардың жүрегі төтеп бере алмады. Ғашығын көргенде мұрт сынып, бұрыннан жоғары қан қысымы миына құйылды. Сөйтіп желегі желбіреген екі ару жесір қалды. Тағдырдың тарау-тарау жолынан өз бақытын таба алмай жүрген тергеуші келіншек ендігі тіршілігіне кіп-кішкентай қос балапанын тірек еткенмен әйелге тән бақыттан әлдеде құралақан қалғысы келмейді. Бірақ қалай, тағы да біреулердің ортасына түсуді қаламайды. Іші сезеді. Бауыржан оны әлі сүйеді. Әйелі де соны білетін болар. Қызметтен кешіксе, ұрыс-керіс шығарып, отбасының шырқы әбден бұзылған. Орталық базар ауданындағы ертеден салынған екі қабат сары үйдің жанына келіп тоқтаған. Ол ауыр ойлардан әрең тербілді. Көлігін кілттеп бұрыла бергенде Мадина деген дауысты естіп қалт тоқтады. Япырау, сенбісің? Асан, бұл сен бе? Қанша жыл? Қанша ай? Қайда жоғалып кеттің? Мадина, сен ғой жоғалған. Қанша іздесем де таба алмадым, емес пе? Иә, бір кезде Ресейге, оның ішінде Санкт-Петербургке шығудың
проблема болғаны рас. Енді өзің қайдасың? Осында проект институтында қызмет жасаймын. Үйленген шығарсың? Үйленгем, бірақ әйелім тәж-тажалдың уысына түсті. Кешіріңіз, иманды болсын. Өзіңше тұрмысқа шықтың ба? Шыққам, бірақ менің де жолдасым қайтыс болды. Солай ма? Қайырымен болсын. Асан, мен жауап алу үшін асық барамын. Тергеушімін, кейін сөйлесейік. Әрине. Мен есім хатымды қалдырайын. Қолың босағанда хабарлас. Айтатын әңгімем көп. Мәдина сыныптасымен қоштасты да, міне күтпеген кездесу деп күбірледі. Сан жылдар жөнде көрмеген ескі үйдің домофоны да жоқ екен. Екінші қатарға көтеріліп, дерментинмен қапталған есіктің қоңырауын іздеп еді. Ол да жоқ. Сосын түртті. Әр жағынан кім екен деген әйелдің үні баяу естілді. Апай, ашыңыз. Тергеушімін, деді Мәдина аса сақтықпен. Сізге не керек? Полицияда келіп кеткен. Мен еш нәрсе білмеймін, деді есіктің ар жағынан. Апай, ашыңыз. Бірнеше сауалдарым бар. Үй ішіңізде көруім керек. Мәдина даусын қатайтты. Есіктің кілті сырт етіп ашылды. Орта бойлы, көзі аспан көк, ақ сары жүзді сымбатты әйел алдында тұрды. Анасы ажарлы екен, демек қызы сұлу болуы мүмкін, деп ойлады тергеуші. Амансыз ба? Сіз Мэридің анасыз ба? Иә. Қызыңыздан хабар жоқ па? Іздеп жатқан сіздер білмесеңдер, мен қайдан білем? Сіз бізге көмектеспесеңіз, біз қайдан білеміз? Қалада сан мың тұрғын бар. Кімнің қайда жүргенін, кімнің кіммен кездескенін, кімнің кіммен тіл табыса алмай қалғанын аңдып жүру полицияға да мүмкін емес. Сол себепті қызыңыздың кіммен дос болғанын, кімдермен бірге жүргенін айтсаңыз, бізге көмектесесіз. Жігіті бар ма еді? Соңғы кезде бір таксистпен бірге жүрген. Оған дейін ешкімі болған емес. Мектепті жаңа бітірді, әлі бала ғой. Сонда өзіңіз кімнен күдіктенесіз? Сол таксисттен. Ол оңбаған уже қыстау алып үлгіртті. Осы алдыңғы күніме қасында бір сылқым бойжеткен. Есіктің алдына келіп, тоқтап, Мэриден хабар жоқ па деп сұрады. Ит терісін басына қаптадым. Ана сұлуды естісін деп балконға шығып, айқайға салдым. Қызымның бар жоғына көзің жетпей жатып, жаңасын тауып алдың ба? Енді менің үйіме жолама, дедім. Оңбаған, мектепті алтын белгімен бітірген қызымның басын айналдырып, оқуды қой, мен саған үйленем деген. Оған менің ақмақ қызым иланып, оқымаймын, күйеуге шығам деп тулады. Ақмақ қызға айттым, таксистен күйеу болмайды. Ол қанша қыз келіншектер тасса, соншасының басын айналдырады. Қайт ойыңнан, оқуға түс. Содан өзіңнің теңіңді табасың, дедім. Тыңдады ма? Мына малғын бір жерге жасырып қойып, өзі тайраңдап жүр. Соны неге жаппайсыңдар? Мені айналдыра бересіңдер. Анадан сұраңдар, қайда жіберді екен қызымды? Жұпыны үйдің ішін шолып шыққан Мәдина, қызыңыздың әкесі қайда, деп сұрады. Кішкентай кезінде қайтыс болып кеткен. Әйтеуір осы пәтерді бізге қалдырып үлгірді. Базарда өрт шығып, бутигімен бірге жанып кетті. Кейде қонып қалатын, ішімдіктің де кесірі болған шығар. Өзіңіз жұмыс жасайсыз ба? Иә, бір кезде Мэриге парфюмериясын саттым. Сонда ғой қызымның атын Мэри деп қойып жүргенім. Бүкіл қаланы жаяу аралайтынмын. Содан аяқтан айырылып, баса алмай қалдым. Қазір бір мекемеде вахтершімін. Әйтеуір отыратын болған соң, ілдалдалдап жүрмін. Енді қызым оқып, мені асырайды деп отырғанымда, мынадай бәлеге тап болдық. Қызыңыз биыл оқудан қалып қойды ғой. Ой, аман есен табылса,
Жас қой, келесі жылда үлгіреді. Тек аман болсын. Қызық, жалғыз қызынан айырылып, жер соғып отырған анаға ұқсамайды. Жарты сағат отырғанда, әйелдің көзінен бір тамшы жас шықпай, жинақы отырғаны тергеушіні таңдандырды. Бұрын да баласы, қызы немесе жақын жуығы жоғалғандардан жауап алатын. Олар жауап беруге шамалары келмей, жылап еңіреп, шала жаныстар күйге түсетін. Мына жалғыз қызынан айырылған әйелдің жайбарақаттығы қалай? Әлде сыр бермейтіндер де бола ма? Арызданушының үйінен екі ойлы болып шыққан тергеуші қыз Бауыржанға телефон соқты. Шеф, орныңдамысың? Мәдина, сен бе? Әрине кабинеттемін. Не жаңалық бар? Маған бір ой келді. Соны сенімен ақылдасайын деп едім. Кел, мен сені көргенім үшін әрқашанда қуаныштымын. Қызмет бабында деңіз. Әрине. Қазір келем. Қала жолындағы кептелістерден өтіп, жетем дегенше біраз уақыт өтті. Асығыс кірген тергеушіге: отырыңыз, шай ме, кофе ме? Деді бастығы. Кофе. Бауыржан, біз Санкт-Петербургте оқып жүргенде әр ғасырдағы ғасыр оқиғасына айналған қылмыстарды талқыға салатынбыз. Иә, Ресейдің оқыту сапасының бізден көш ілгері екені рас. Әңгіме ондай емес. Біз болашақ тергеушілер өз бетімізбен зерттеулер жасайтынбыз. Бүгін ана жоғалған қыздың анасынан жауап алып отырып, бір оқиға есіме сап етті. Тыңдаш. Ол 19 ғасырда 1876 жылы Францияда болған және сол ғасырдың ең сұмдық қылмысы болып танылған. Қызық екен. Оның біздің жоғалған бойжеткенге қандай қатысы бар? Бір ұқсастық болған соң айтып отырмын ғой. Одан әрі тыңда. Бұл оқиға Францияның Пуатье қаласында 1901 жылы болған. Сұлу бойжеткен Моне аймаққа белгілі отбасында тәрбиеленеді. Оның анасы мадам Моне және күйеуі үлгілі отбасы болып есептеледі. Қайырымдылықпен айналысады. Жергілікті полиция олардың, яғни Монелердің Лузы, Ленард пен Шарл Эмилияның отбасында сұлу қыздың өсіп жатқанын біледі. Түсінбедім, ол қыздың бізге қандай қатысы бар? Тыңда, қазір түсінесің. Сол қыз, ұзын шашты сұлу қыз, бір түнде жоғалып кетеді. Енді түсіндім. Біздің қыз тәрізді. Иә. Полиция қызды іздеп жауап алуға келгенде, әке-шешесі өзен өте сенімді маңғаз ұстайды. Сонымен не болды? Ақыры арада 25 жыл өткенде ағасы Марсельдің жүйкесі сыр беріп, полицияға хабарлайды. Қыз қайда? Айтайын деп отырмын ғой, шыдасайшы. Сұлу қыз Бланш көрші адвокатқа ессіз ғашық болады. Бірақ шешесі оны қызына тең санамай, үзілді кесілді қарсы болады. Ұқсастықты аңғардыңыз ба? Иә, біздің жоғалған қыздың шешесі қызының таксистке күйеуге шығам дегеніне қарсы емес пе? Дұрыс айттыңыз. Қандай ұқсастық десеңізші. Ақыры Бланштың анасы қызы тыңдамаған соң шатырдағы жасырын бөлмеге қамап тастайды. Ол байғұс сонда боқсыздығіне былғанып 25 жыл қамауда отырады. Сұмдық екен. Иә, полиция қызды құтқаруға келгенде боқсыздығіне былғанып жатқан кәрі кемпірді көреді. Ой, сұмдық-ай, естімеген елде көп деген. Сосын бұл оқиға бойынша Бланштың адвокаттан жүкті болғанын, тіпті баланы өлі туғанын, немесе шарананы туғаннан соң әке-шешесі өлтіруі мүмкін екендігі туралы өсек қаулап кетеді. Сонымен қызы, тойс кемпірді, енді кемпір болып кеткен ғой, полиция тұтқыннан құтқарады. Бланш өмірінің соңғы күніне дейін жүйке ауруларын емдейтін ауруханаға жатады. Ал әке-шешесі ше?
Әкесі Марсель Моне және шешесі Луизе Ленард 1901 жылы 24 мамырда тұтқындалып, 15 күннен соң мадам Моне абақтыда қайтыс болады. Бауыржан жоғалған қыздың анасынан жауап алып отырғанында осы оқиға ойыма сап етті. Демек, қызын таксистен айырғысы келген анасы оны бір жерге өзі жасырып отыруы мүмкін ғой. Мүмкін қызы жүкті шығар. Ол көршілеріне ұялып, тығып тастап отырған болар. Ондай да болуы мүмкін. Ол менің ойыма келмепті. Демек, қызды жасыруға мүмкін деген жердің бәрін қарап шығу керек. Саяжайы жоқ. Сонда қайда тығуы мүмкін? Тұрғын үйдің жертөлесі бар болуы керек. Әр үйдің жертөлесінде оны-мұны қоятын қоймасы болады. Бауыржан, естіп отырмасың? Біз сол үйдің жертөлесін тексеріп шығуымыз керек. Меніңше, ол қызды анасы алысқа апара алмайды. Қаланың ескі ауданындағы үйдің сыртқы сылағы түсіп, әбден азып тозып тұрғаны, оның бұдан кемінде бір ғасыр бұрын салынғанның айғағындай. Оның тұрғындары да әлеуметтік жағынан нашар қамтылған. Үй сатып алуға, жаңа пәтер алуға шамасы келмейтін тұрақты жұмысы жоқтар мен кәрі қортаңдар. Есік алдындағы сыры кетіп арқалығы сынған ағаш орындыққа отырған екі үлкен кісінің жанына келген Мәдина амандасып тізе бүкті. Қызым-ау, үстіңді бүліресің. Мұнда сен сияқты таза киінгендер отырмайды. Бұл үй қашан салынған? Сіздерден де үлкен шығар, деп тергеуші сыр тартты. Николай заманында. Кеңес үкіметі алғаш құрылғанда мұнда ауқатты адамдар тұрған. Кейін олар басқа үйге көшіп, зауыт жұмысшыларына беріпті. Зауыт жұмысшылары дұрыс үйге қоныс аударған соң, мұны бойдақтарға жатақхана еткен. Жатақхана болып азып кеткендіктен, зауыт әкімшілігі қайтадан жас отбасыларына пәтерге берген. Ал кешегі өлара тұста зауытта бәрі де құрған соң, біз сияқты барар жер, басар тауы жоқ жалғыз басы кәрі құртаңдар мен жарлы жақыбайлар паналап қалды. Сонда бұл үй кімге қарайды? Қызым-ау, біз соның түбіне жететін сауатты болсақ, бұлай отырмас едік. Бесхозный шығар. Әйтеуір біз де үйде ешкімге керек емеспіз. Әне, бір жаңадан шыққан әдіспен жөнде жұмысын жүргіземіз деп келгендер, бұл үй ондайға жатпайды, списаниеге жатады деді. Енді отырмыз, бізді сол списанияға қашан жатқызады деп. Осы ана көршілеріңіз Бибігүлдің қызы табылды ма? Бибігүлің кім? Биби ме? Кешіріңіздер, куәлігінде аты солай. Оқасы жоқ. Оны осы маңайдың бәрі Биби дейді. Оның қызы жоғалды ма? Жоғалды деп полицияға арыз берген. Қызы жоғалса, ертеңді кеш жұмысқа барып, дедектеп жүр ғой. Қызы жоғалғанға ұқсамайды. Әйтсе де сол қыз көрінбейді. Біз басқа жаққа оқуға кеткен шығар деп ойладық. Ал сұрайық десек, шешесі дызақтап тоқтамайды. Сен де айтасың-ау, деді жұқалтаң қара кемпір. Енді қызым жоғалды деп жарияға жар салсын ба? Үйінде жылап отырып алса, ол байғұсты кім асырайды? Өзі еңбекқор, тыным таппайды. Обал болды ғой байғұсқа. Жалғыз қыз деп жан аямай жүгіріп жүргенде, қызы құрғырда әп-әдемі еді. Біреудің көзі түсіп, қағып кеткен ғой. Әйтеуір тірі болса жарар. Шешесі қақсықпен ісі жоқ, жуас. Қойшы, Бибидің тентектігі өзіне жетеді. Талай маған ти деген еркектерді үйінен желкелеп қуып шыққан жоқ па? Өбей айтасың-ау, жөні түзу болса, неге қуып шықсын? Осы айналаның алқаштары ғой. Сау басына сақина тілеп, олардан не істесін? Шамасына қарамай шалқайытта жүреді. Қорғаны болса қызын да ұрламас еді. Ту,
Осы күні дені дұрыс еркек бар ма? Қорғаны табарсың. Сен не ойласаң, ол ойла. Бұл әне бір жылдыңдаған таксист баладан құтылудың амалы шығар. Оқытам, ешкімге бермеймін деп шырылдауы жаман еді. Ана шіркін бала үшін отқа түседі ғой. Апай, Мадина үлкен кісіні әдейі жасарта сөйледі. Осы үйдің жертөлесінде зат қоятын қойма бар ма? Енді Құдайға шүкір, бұл үйлер сапалы да салынған. Қазір ғой ақша үшін апыл-ғұпыл салған үйлері құлап қалатын. Ана Түркияда жер сілкінісінен салған үйлері опырып қалған жоқ па? Обалай, қанша адам тірілей жер құшты. Тіфай, құлы дерт көрмегірлер. Бұл үйді сапалы етіп салған. Үйдің құбырлары бірде-бір жарылмай әлі істеп тұр. Жертөлесі тап-таза. Әр үйдің заттарын қоятын 6 шашыдай қойма бар. Әр қайсына жай есік емес, темір есік орнатылған. Қара сен, Совет үкіметін, ұры-қары кірмесін деген ғой. Бұл үйге ондай бәлелер жоламайды. Бір жағынан неміз алсын. Ана байлардың үйіне түседі ғой. Түссін, арамнан жиғандарын шелкесінен шығарсын. Әй, қазына, қой асылық сөйлеме. Ұры түссе алатын табады. Қураған кемпір шалдың несін алады? Пенсиясына жетпей отырған. Сен не болса соны алма, сонда жетеді. Жертөледегі қойманың нөмірі пәтердің нөміріне сәйкес келе ме? Әр пәтердің нөмірі қоймасына сәйкес келеді. Құлыптаулы. Кілті пәтердің иесінде. Ой, бұрын қалай да тәртіп болды ғой. Қызым-ау, оны неге сұрадың? Апа, мен тергеушімін. Кейбір жағдайларды анықтап отырмын. Сіздерге көп рахмет. Көмектестіңіздер. Саңғылдап отырған кемпірлер тілден қалып, бір-бірін шымшылады. Мәдина көлікте отырған Бауыржанға барып, есік алдындағы қариялардан естігенін баяндады. Сыртын қызылтын бояумен бояған үй алабыжық. Терезе жақтауларының сыры ұшып көнергендіктен оңған ағашы ағараңдайды. Үйдің айналасы күл қоқыс. Қоқыс салатын контейнерлер жұрық тесік сау тамты қалмаған. Сірә орталық аудандардың іске аспай қалғандарын көзге түрткі болмасын деп, осы жаққа ысырып жіберетін болулар керек. Осы маңайдағы 10 шақты үй өткен ғасырда еске түсіріп, күн өткенін көзге шығып көрсетіп тұрғандай ұсқынсыз. Уақыт тоздырмайтын нәрсе бар ма? Деді Бауыржан, үйдің сыртынан көз салып. Ой, айтпа, үлкен кісілерде адам аяғандай, ілініп салынып әрең отыр. Ал енді осындай үйдің жертөлесі, ондағы қойма қандай болады деп ойлайсың? Сұмдық шығар. Дегенмен кіріп, өз көзімізбен көріп шығуымыз керек. Қапталында есігі бар. Үйдің жанында ертеде егілген еме мен қарағайлар, әр жерден қылаң беретін екпе гүлдер, тұрғындардың көңілдеріне деуме беретін жалғыз алдамшы көрініс тәрізді. Мұндай үйлер ысырып тастауға жатпай ма? Деп таңданған Мадина. Ой, оның да сан түрлі қиындықтары, кедергілері көп. Үй комиссиядан өту керек. Ең бірінші тұрғындары арыз жазады. Ал сыпыруға жатқызып, нарықтық бағасын шығарғанда, осындай үйде 3 бөлмеде тұрғандар бір бөлмеде ала алмауы мүмкін. Сол себепті тұрғындар барымыздан айырылып қалармыз. Не болса да баспана ғой деп отыра береді. Жалпы жыл сайын осындай үйлердің салған жылдары есепке алынып, шетінен сүрмеленіп, оның тұрғындары үкімет есебінен үймен қамтамасыз етілуі керек қой. Енді солай не істелмейді? Мына адамдарға обал ғой. Әрине, тұрғындарының оған да шамасы келмейтін болар. Ол несиеге жөндеу ғой. Мына үйді жөндеуден гөрі қирату оңай. Жертөленің қапсырулы темір есігін ашқанда сіздің иісі мүңк етті. Таң қаларлығы жертөле таза. Қаз қатар тізілген қоймалардың кейбірі ашық тесік, ешкім қолданбайтын тәрізді.
Мәдина нөмірі 41-ші қойманы іздеп келеді. Кейбірінің нөмірі өшіп қалған. Сірә түп жақта болу керек деп ойлады. Шынында да түпкі есікке бір есік жетпей, жартысы өшіріліп қалған. Бірақ төртке ұқсас сан көрді. Міне, деді қол фонар ұстап келе жатқан Бауыржан. Есік дермантинмен қапталған, кішкене ғана құлып ілінген. Бекітілуі де мықты емес тәрізді. Кішкене темір тауып алып, көтеріп жіберші, ашылады. Мәдина, фонарды жарық қыл, мен іздеп көрейін. Қайтадан жаба аламыз ба? Әрине, қағып тастаймыз. Кішкене бір темір тауып алған Бауыржан. Осы қоймаға енді түсеміз. Ат басындай алтын тауып алсақ жақсы. Қызды тапсақ алтын тапқандай болар едік. Иә, білмеймін. Күмәнім бар. Қанша айтқанмен анасы ғой, өз қызын өзі қапасқа тықпайтын шығар. Францияда Бланш деген бойжеткенді өз анасы 25 жыл шатырда қамап ұстаған деп айттым ғой. Оққанда жағамды ұстадым. Осы қыз жоғалды дегенде ойыма сол оқиға сап ете қалды. Менің анам күйге түйіп болмаған соң, сені біреу ұрлап та кетпеді екен дейтін. Кәрі қыз боп қалады деп қорықты ғой. Маған айтқанда мен ұрлап кететін едім, әттең. Сосын мен сені сотқа беретін едім. Бере бер. Қайтып барсаң, анаң бетпақ қар. Қайтып келген қыз жаман деп қуып шығар еді. Оның рас, сотқа да бергізбейтін еді. Мәдина, әлі де кеш емес. Бауыржан, қайдағын айтпа, 2 балаң бар. Әйелің бар, бақытты жанясың. Бақытты екенімді қайдан білдің? Бауыржан құлып ілінген ілмені оп-оңай суырып алды. Есікті ашып қалғанда іштен жағымсыз иіс лап етті. Туу! Мәдина мұрнын басты. Аяда жердегі ескі диванның үстінен ыңырсыған үн естілді. Сұмдық, мұнда біреу бар ғой. Тиш, айғайлама. Біреу естіп қалуы мүмкін. Бауыржан жарықты диванға сүрді. Қол аяғы байлаулы. Аузы скотчпен бекітілген қыз бұлқынып жатты. Мәдина жанына жетіп барып: Ой, байғұсай, кім сені бұлай еткен? Аузындағы скотчты жұлып алды. Биби, деді әлсіз дауыс. Ол кім? Анам. Тез шеш. Ешкім көрмей тұрғанда бұл арадан алып кетейік, деді Бауыржан. Кейін бәрін анықтаймыз. Көлікті есік алдына әкелем. Тұрғызып, есікке қарай жылжыта бер. Мына есікті ше. Қайтесің, ол қала берсін. Ертең өзі-ақ жылап жүгіріп келеді. Әптен әлсіреген қызды сүймелдеп жертөледен шығатын есікке қарай сүйреген Мәдина жан терге түсті. Бұл не деген масқара? Шешесінің есі дұрыс емес шығар, деп ойлады. Екеулеп қызды көлікке салды. Ол ешкіммен сөйлескісі келмеді. Ауық-ауық жылап алады. Мәдина сүп-сүйкімді қызды ерекше жақын тартып, бұл қызды өзім қамқорыма алам деп өз-өзіне ант бергендей психологқа көрсетіп жағдайын білді. Анасымен екеу қатты ұрсып, қыз айтқаннан қайтпаған соң қамап тастаған. Үйіме жіберіңдер деп қасарысқан қызды алдап сулап, департамент жанындағы ауруханаға жатуға әрең көндірді. Ертеңіне ебіл-себіл болып, жылаудан екі көзі бұлаудай болып ісіп кеткен анасы полицияға келгенде Мәдина шақыртып: Не болды сізге? Деді таңданып. Қызымды ұрлап кетті. Кім? Әрине, ана таксист Сұмырай. Менің қайда тыққанымды біліп алған ғой. Сабыр етіңіз, қызыңыз бізде. Тыққан орныңыздан біз таптық. Қайда? Айттық қой бізде. Әзір бізде болады. Үйге алып кетем демеңіз. Мәдина кезекшіні шақырып, ауруханада жатқан қызды алып келіңіз деп бұйырды. Қалайша ауруханада? Енді сіз сондай ит байласа тұрғысыз, қоймаға аяқ қолын байлап, аузын тығындап тасасаңыз қандай болу керек? Мен оны ана алаяқтан құтқарғым келді. Құтқардым да,
Ол бір бизнесмен бойжеткен тауып алып, кеше Түркияға ұшып кетті. Алдартына бір уыс топырақ. Бәрі соның кесірі. Ішке кірген қызы: апа, ол алаяқ емес. Мен оны сүйемін деп анасына жақтырмай қарады. Ол сені сүймейді, Мэри. Ол байбикеш тауып алды. Оның махаббаты 2 айға жетпеді. Сен 2 ай қамауда болғанда, ол басқа біреуді тауып алды. Мен саған не айттым? Есіңді жи. Мәдина мұқият тыңдады. Мэри, сен 2 ай бойы қоймаға қамап тастап, анаң қылмыс жасады. Анаңның үстінен арыз беруге құқылысың. Жоқ, өзім кінәлімін. Анамды тыңдамадым. Оның басқа амал қалмады. Маған күнде тамақ келіп тұрды. Түнде шам жағып, әлсін-әлсін қарап жүрді. Ана жекілдектің бизнесмен бикешімен Түркияға кеткен біліп, қызымды босатып алғалы отыр едім. Сол арада алып кетіпсіздер. Қатты шошыдым. Бұл менің жалғыз қызым. Оқығанын қалаймын. Мектепті үздік бітірді. Енді қайтесіздер? ұбт өтіп кетті. Сізге қалайда емтиханнан қалдырмау керек еді. Мэри, аттестатың бар ғой. Заң колледжіне түсемісің? Маған бәрібір, оқу болса болды. Онда емделіп шығып, құжаттарыңды алып маған кел. Өзім көмектесемін. Мэри, кім біледі? Мисс Марпл тәрізді атақты детектив болып шығарсың. Агата Кристиді оқыдың ба? Жоқ. Тергеуші болғың келсе оқы. Мэридің анасы жылап жіберді. Сізге 1000 саны рахмет. Сіз мұндай іс енді қайталанбайды деп түсініктеме жазыңыз. Жаза аласыз ба? Мэри, анама қояр кінәм жоқ деп сен де түсініктеме жаз. Мені үйіме жіберіңізші. Мен ауру емеспін, деді қыз. Ана маған үнемі тамақ тасып тұрды. Менде бәрі дұрыс. Тек үйіме барып, ұйқымды қандырғым келеді. Анда егеу құйрықтар көп, түнімен тырсылдатып ұйқы бермейді. Кешір қызым. Жарайды. Қызыңызды үйіңізге алып кетіңіз. Мэри, келесің ғой? Міне менің визиткам. Телефон соғып хабарлас. Қазір шыққан соң оңға қарай жүресіз. Сонда зал бар, қағаз қаламсап алып, түсініктемелеріңді жазып, маған тапсырып кетесіздер. Тергеушінің қалта телефоны түзетті. Дисплейде Асан деген жазу шықты. Мәдина, саламатсыз ба? Қызметіңізге кедергі келтірмедім бе? Қолыңыз бос болса кешке кездесіп, бір кафеде отырайық демекші едім. Жақсы, нешеде? Сағат 8-де. Өзім звондаймын. Алып кетейін бе? Жоға, көлігім бар ғой. Мекен жайын айтсаңыз, өзім барамын. Бірінші бөлімнің соңы жалғасы бар. Зейін салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.